Bunda ne болып жатыр өзі? Қазір саған бәрін түсіндіремін. Алдымен танысып қояйық. Мен тергеуші инспектор Мақсат Сейдуллаевпын. Сіз сонда? Тергеуші мырза, қарындасын құтқаруға келген. Яғни, Назгүлді құтқару үшін. Тоқта, сен жаңа ғана ағай Назгүлдің туған ағасы деген келіп тұр ма? Иә. Мен Назгүлдің туған ағасымын. Ол туылған кезде онда тезірек әрекет ету керек. Егер де бәрін бірден ашсақ, онда Назгүлге үлкен қауіп төнуі мүмкін. Ал біз асықпай әрекет жасауымыз керек. Сонда не істейміз? 23 күні Назгүлге құда түсіп келеді екен. Сол кезде біз терезе арқылы білдіртпей кіріп, олардың барлығын тұтқындаймыз. Ал оған дейін Марсель, сен Назгүлді күйеуге шығудан бас тартып көр. Соны мен де қаламайды ғой деймісіз? Мен қолымнан келген бәрін жасап жатырмын. Бірақ Назгүл қырсығып атастырылғанмын деп қасына жақындатпай жатыр. Шынайы жақсы көрсең шегінуші болма. Бірақ та есіңде болсын. Мен екеуіңді бақылап жүретін боламын. Артық нәрсе істеп жүрме. Ұқтың ба мені? Мен қыздарға басқа оймен қараған емеспін ешқашанда. Маған сенсеңіз болады. Жақсы. Тағы мектептен тыс маған сіз емес, сен деуіңе болады. Жақсы. Демек жоспарымыз осындай болса, менің кетуім керек. Ата-анам алаңдап қалар. Жақсы онда. Бар жоспарымыз осы, бәріміз тарайық. Анашым, мен келдім. Айым, сенің бұның не? Алгебрадан үш алғанды мені жасыра аламын деп ойладың ба? Әке, кешіріңізші. Мен енді үш алмаймын. Уәде беремін. ұбт-дан жақсы баға алам. Грантқа түсем. Маған бүйтіп уәде бермей-ақ қой. Сен алтын белгіні алам деп уәде бергенсің. Егер де оқуға түсе алмасаң, сені итше қамшылаймын. Түсіндің бе мені? Ендігәрі бұлай боянып салым жүремді көрмейтін болайын. Түсіндің бе?